Баян апай, мына қаламқас арқылы сіз жақсы бір танымалдылыққа жеттіңіз. Кішкентай кезімізде көріп жүрдік телевизордан. Сосын біздің үйде шешем айтатын, қаламқас арқылы жақсы танылған соншалық біздің Баянды Алматыға алып кетті деп айтып жататыныз. Қазақ концертте болдыңыз, Алматыда болдыңыз. Сол бір кезеңдеріңіз туралы айтып өтсеңіз. Мен енді Алматыға мені талай шақырды. Жаңада басында да айтып кеттім. Одан кейін де талай шақырды. Мен консерваторияға да бардым. 69-да. Мен жаңағыдай прослушивание дейді, бәрінен өттім. Бекен Жылсыпаева ағамыздың өзі алатын 4 қыз еді, біз 4 қыз өттік. Енді экзамен деген күні бір күн бұрын мен өзі Алматының ауасын онша ұната бермеймін. Өзім мынандай самал жел соғып, боран соғып тұратын жерден барып, ана Алматының ыстық ауасына жазды күні шыжыған. Күн керемет ыстық болды да, мен терезенің, общежитияның бүткіл терезесін ашып тастап ұйықтап қалыппын. Танзилит, ларингит, фарингит дегендерім бар еді. Таңертең тұрсам, дыбысым жоқ. Тіпті дыбысым жоқ, кәдімгі сөйлей алмаймын. Ал ертең экзамен. Содан кейін енді не істеймін, көрінейін деп бардым бәрібір. Барып, экзамға кірердің алдында онда фониатр дейді, сондай дәрігер болады екен, тамақты қарайтын. Сондай дәрігерге кірсем, тіпті өлең айтуға болмайды деп қағаз жазып берді маған. Сонда да кірдім. Кіріп маңыздар ана қағазды көріп, қалай, не істейміз? Сіз енді келесі жылы келіңіз. Немесе қазір студияға бара тұрмыз. Содан кейін келесіз. Деді, мен деп өлең айта алмадым. Даже сөйлей алмай тұрмын. Сонымен жылап шығып кеттім, шығып кетсем, ол кезде Жәнібек Кармен сонда мені күтіп тұр екен, ол экзамға кіріп кетті деп. Ботадай өзіп жылап шықтым. Ойбай, не болды? Сөйлей алмаймын дауыс. Ойбай, бұны қалай құрттың? Соқсың шығып қойдың ба? Мороженое жедің ба деп ұрысып жатыр ғой. Өзім менен бірақ жас үлкен, сонда үлкен өзімізден үлкен ағамды ұстап ұрысады солай. Өзінің несі солай болды, өзінің ой өрісі бәрі солай болды. Жүр, мен сені қазір Еркеғали Рахматиевқа кіргіземін деп. Енді менен бірақ жас үлкен бала ғой сол. Сол жерге келіп секретаршасын айтып еді, секретаршасы ана кісі айтып еді, сразу кірсін деп Жәнібек қолма қол қабылдады ана кісі. Мені қолынан жетектеп Жәнібек кірдік. Сосын кейін осылай, мен сөйлей алмаймын, дауысым жоқ, дыбысым жоқ. Соны Жәнібек осылай деп айтып еді, ол кісі айтты. Онда Баян былай болсын деді, сен драмасына оқи бер. Мен сенің қандай спектакліңде Тұрсынхан Абдрахманова деген үлкен ақын болды ғой. Сол кісі бір Абайға келгенде біз спектакль қойып аттық, адасқан қасты. Сонда ол кісі керемет дайын актриса бар деп айтып барып, осы Еркеғалилармен араласқан ғой деймін, Еркеғали ағамен. Соны айтты, маған айтып келген сені қалай ойнайтыныңды. Сен осы бірінші курстан осыны оқи бер. Сосын кейін даусың жазылып, бүйткеннен кейін тамағың жазылып, емдел, тіпті жазу айтуға болмайды деп тұр саған. Мына тамақты емдету керек. Сөйтіп болғаннан кейін мен сені вокалға ауыстырамын. Мен енді соған сол жерде неге иттім білмеймін. Көңілім сап басылып, мен сол күні кешке пойызбен кеттім да қалдым. Документтерімді алып. Ол не үшін иттім? Жаңағы Жәнібекке де бір демеге ренжідім ба? Сондай нәрсе болды. Кетіп қалдым. Сол жөнін екеуміз кішкене келіспей қалдық. Мен қалай онда оқимын мен әнші болуым керек. Ойбай, артынан боласың ғой, саған не болды деген сияқты екеуміз бір ренжісіп қалдық та, мен ашуланып шабаданның общежитиядан алдым да кетіп қалдым Абайға. Осындай бір қателік жасадым. 3-ші рет па? 3-ші рет қателік жасадым. Сөйтіп жүргенде мені жаңа қаламқаспен атым шығып дүрілдеп, әлгі аңыз болдым мен. Кәдімгі ертек болдым мен туралы. Сөйтіп жүргенде өзім қаламқастан енді жаңағы қиялымдағы Алматыға барғым кеп, мен алдында неше шақырғанда бармай, өзім бардым ол жолы. Барғым кеп, мен жаңағы 80-ші жылы мен Алматыға кеттім. 80-ші жылы. 66-тан 80.
бардым, Қазақконцертке қабылдандым, прослушивание жасады, қабылдады мені. Содан ақырын сол жерде жаңа отырып дайындалдым. Дайындала мен Самал деген ансамбль болды онда, қазақ ансамблі. Соған қосты. Мені бригадир етіп, бізді Ақтөбеге қойып берді. Гастрольге? Гастрольге, бірінші гастролім. Сонымен мен кеттім. Жаңағы халықтың қабылдауы, халықтың жақсы көргенінде шек жоқ енді. Мен оны айтып тұрмын ғой, бір адам халықтың ризашылығына бөлінсе, соның бірі менмін. Мен оны да өзіме тәуба мақтан аламын, шүкір деймін. Халықтың көңіліне шығу ол оңай болмайды. Ол бар жағынан. Сен халыққа шыққанда айна сияқты, сен халық әрбір кірпігіңді көріп тұрады. Ол деген сөз халыққа сенің мәдениетің, сенің әнің, өз алдына сенің жаңағы түрің де, киім киісің де, сенің бүткіл мінез құлқың көрінеді. Сенің шынайы ниетіңмен халықты жақсы көріп тұрсың ба, сен шын ниетіңмен соларға арнап тұрсың ба, соның бәрі көрінеді. Сол кезде халық сені жақсы көреді. Мен солай Қазақконцертте де абыройлы болдым. Жаңағы Роза апам болды Бағланова. Ой, айна, мен барып кеткен жерге келесі шоу кісіге барғанда ол кісі айтыпты, ол кісіге біреулер айтты, маңдайы да жұлдызы бар сіз сияқты бір қыз көрдік деп мені. Соған ол кісі деген мақтанып, ой, айна, маған сөйтіп айтты ғой. Маңдайында жұлдызы бар қыз көрдік деп айтты ғой. Мен көбіне сол кісінің әндерін айтам. Ол кісінің әндері маған келеді. Мен еліктеп дәп сол кісіден аудармай айтпаймын. Ұқсайтын жерлерім бар. Бірақ та біздің техникамыз ұқсайды. Айту манеріміз, дауысымыз онша ұқсай қоймайды. Мен ол кісі жаңағы айттым ғой, басыма жасап жатып тыңдадым деп. Сол себептен мен ол кісі қатты кеппедім. Ол кісі де ана жерде маған айтып қоятын, бұрыналардың бәрі бақырушы еді. Оның көбі саған қарап түзеліп қалды. Айқайламайтын бопты деп қояды маған кейбір әншілерді. Оның қаншалықты шын, қаншалықты мен білмеймін, ол кісі біледі. Мен әрқайсымыз өзіміздің бөлек тобымыз бар, бөлек кетеміз. Январ айында ғана, жаңа жылдың алдында ғана кездесеміз. Сол кезде ғана танысамыз, соны көп біле бермейміз біріміз сырттай ғана. Сол себептен олардың қаншалықты мен Бағдат менің қарамағымда болды, мен жаңа бригадир болдым, Самединова, Слушаш Нұрмағамбетова мен бірге істеді. Солардың барлығы жаңағы Сәуленің фамилиясын домбырмен айтатын, Жанпейісова болды. Мен бригадир болдым сонда, сол кісілердің бәріне. Сол бәріміз сол бірге жүрдік. Татық тәтті осы күнге дейін мен олармен араласам, Алматыға барсам жаңағы Бағдаттың үйіне түсем, бір шай деспей, бірімізге бір қызғаныш деген болған емес. Кімде қандай жақсылығы бар, соны көріп бірімізден біріміз үйренуге тырыстық. Менің алдымда ол Бағдат көп жыл жұмыс істеген, ол профессионал коллективте. Мен самодеятельностьтен барып тұрмын. Бірақ мен де өзімді соларға лайық жұмыс істедім. Кейбір жерлерден, мысалы, министерствоға осы адамда неге халық артисі атағы жоқ деген сияқты хаттар болыпты. Кейіннен оны өзім маған кейбіреулер көрсетті. Барған жерімізде тағы да келсе екен осы әнші деген жақсы болдым мен. Жақсы концерттерге қатысып жүрдім. Гастрольден бір гастрольден қалғам жоқ. Енді бір миллионға тарта халықты қамтыған шығармын, 1000 концерт берген шығармын. Атақты қалдыңыз да, атақтың мәселесіне қалай қарайсыз? Қалай? Адамға атақ берілу керек пе, берілмесе де жүре берген дұрыс па? Ол егер өнерің артып тұрса, халық сені жақсы көріп тұрса, ешкім білмейтін, дейтін әнші керек жоқ оған атақтың. Ол 1000 жыл істесін маған десе, меніңше. Ол бәрібір сол қалпында қалды ғой. Жүретін оған қандай атақ берсең де ол солай қалады. Ал жаңағы халық білетін, халық күтетін, халық іздеп отыратын әншілерге өзінің еңбегінің ақталғаны әрине жақсы. Мен ол жерде жаңағы 6 жыл жүргенде мені ұсынды, мен бірақ оның бәріне қарамай мен кетіп қалдым. Қайтадан Абайға келдім. Менің 2 ұл балам болды. Мен сол ұл балалардың тәртібіне қарайлап, олар есейе бастады. Жаңағы анандай уақытында бір құбылатын уақыттар бар ұл балалардың. Сол уақытқа келді. Мен сосын менің дүниежүзінің халық артисі болғанымнан не пайда? Егер менің балаларым жан болып жатса деген өзімде бір ой болды да, балаларды қайтадан қайтып кеттім. Яғни сіз өнердің бір аналық
Иә, мен сол аналық семьяға, жанұяға көп алаңдадым мен. Өзімнің дұрыс жанұям болса екен деп армандадым. Жалпы енді мен әйел бақытын көргем жоқ. Оны өтірік айтып қылмыс етін жас емеспін. Менің таңдаған азаматтарым менің бағамды білген жоқ. Олар тек қызғаныштан көздері қызарғаннан басқа ештеңе білмеді. Ал мен ана бақытым бар. Менің өзі 2 ұл бар, қызым бар. Әрқайсысының өз орны бар. Жаңағы намаздарын оқиды. Міне ораза ауыздарын бекітеді. Жамансыз айтпайды. Ешкімнің сыртынан жамансыз айтпайды. Ешкімді жамандамайды. Жанұяларменен тату тәтті тұрады. Мен үшін енді бар бақытым сол. Немерелеріңіз? Немерелерім, мен қазір үлкен ұлымнан 4-ші немере күтіп отырмын. 2-ші ұлымнан 2 немерем бар. Қызымнан 1 жиенім бар. Құдайға шүкір. Құдайға шүкір. Үлкен немерем студент. Ол да тамаша өлең айтады. Алла берді, қуады, қумайды, білмейді. Алла берді, шөбере десе екен. Құдай қаласа, Құдай саған жеткізсе, сондай ғұмыр берсе, әрине ол жағынан енді мен күйігімді көтеріп алшаңдап жүрем балаларым жөнінен. Енді бәрін бермейді ғой адамға. Барлық өнерді де, әдемілікті де, әшейін бәрін бір жағыңды ақсатып қояды ғой. Ол міндетті түрде. Денсаулықты да ол кімнің басында болады ғой ол бір. Маған сол әйел бақытын бермеді, тіпті жарайды. Басқасының бәрі бар менде. Әрине мен өзім өнердегі өзімнің жететін жеріме жетпедім. Өзімнің ең басында солай бастадым, бірақ сол шыңда ғана қалып қойдым. Менің шығатын шыңым биік еді. Мен енді оған онша өрмелмедім. Мен жаңағы жанұямның, бала-шағамның, оларды үйлендіру, оларға үй әперу, оларға жағдай жасау, олардың тәртібіне қарау деген сияқты жағдай менен. Бірақ менің Баян деген атым, Абай ауылының Ақбаян деген атым тарихта қалды деп ойлаймын.